Бәріне сәлем, бұл Аңсаған YouTube каналы түш жобасы. Бүгін бізде мен, Аманжан екеуміз, как обычно, ведущийміз. Бұл түш жобасы, бұл жерде біз өзіміздің секреттерімізді айтып, анонимді түрде оған адамдардың реакциясын білеміз. Бүгін бізде қонақта керемет актриса, мен жақсы көретін қыз, Алмагүл Қазихан, сағындық, шапалақтарыңыз. Мен сүйеп құшақтап амандасамыз ба шығар десем болды, все уже поздно. Уже бізде конфликттер басталды. Алмагүл, қош келдің. Қош көрдік. Алмагүлдің бүгін депрессиядан шыққан 3-ші күні, әлі толық шыққан жоқ. Арасында бүйтіп күрсініп қалуы мүмкін. 3-ші емес. 1-2 апта болып қалды. 1-2 апта болды. Ұзақ шығады екенсің депрессиядан. Алмагүл, сұрақ, қаншалықты өмірде ыңғайсыз ситуацияларға түсесің? Кринж, ұятау, ойбу дейтін. Редко. Ұяласың ба өзі? Бірінші сол сұрақты қояйық та? Редко ұялам. Редко ұяласың. Редко ұялам. Bir нәрсе болып қалса, с кем не бывает деп жүре беремін. Молодец. Не деген? Негізі жақсы принцип, иә? Жақсы позиция екен, иә? С кем не бывает. Иә. Бір адамды өлтіріп кетесің, с кем не бывает дейсің дальше. Шынымен қанша адам жатыр ғой, с кем не бывает? Шығарымыз деп. Сен нешедесің, Аманжан? Мен 30-дам. Білмеймін, 30 не үшін былай көрсеттім? Мен 30-дам. Сен нешедесіңдер? Сен нештесің? 27. 27 мынандай. 30. Жатталыңыздар. Былай істейміз, қараңдар. Құрметті көрермендер, сіздерге де байланысты. Өміріңізде болған ең ыңғайсыз, мынаны айтсам ұят болып қалады ғой. Қалай болды дейтін ситуацияны осы жерге жазасыз. Анонимді түрде. Ешкім білмейді оны. Сөйтіп, ана чемоданға саламыз, құпия чемоданына араластырамыз да, и дальше больше кезек обсуждать етеміз. Бір-біріміздің историяларымызды көшірмейміз. Так. Боқтық, ұятсыз сөз қоса берсеңдер болады. Алмагүл оқиды оны. Жынданып жазатсың? Тез жазам просто. Бүкіл анда секретіңді ақтарып күшті болғатсың ғой. Ешқайда айтылмаған нәрсе, енді ешкімге де. Оқты, эксклюзив? Эксклюзив. Осымен біздің секреттер жазылды. Біздің құпия чемоданға саламыз. Мен көрермендерден жинап шығамын. Самый күштісі осы екен. Қазір барлығын саламыз. О, бәрін оқимыз ба қазір? Кезек-кезек оқып түсеміз. Бәрін. Ешқайсысын қалдырмай. Сіздердің Өзімдікі алмай қоям ба деген үміт болды. Мынаныкін көріп қалмасын, ананыкін жаттап алмасын деген үшін осылай араластырайық, иә? Давай. Көзді жұмып алайық сосын. Иә? Қанша грездар жатыр мына ішінде? Қанша адамның? Алу керек па? Бастаңыз. Алмагүл. 4-ші билет. Диффузия деген не? Ұсақ жазумен жазыпты да. Тәу параққа ма? Біздің районда бір кезде басқа районның балдармен стрелка болатын. Кешкі уақытта жиналған боламыз. Сөйтіп 2 бала 2 жақтан шығып мәселені шешіп жатқан еді. Арты ерегіс болып талпамен талпа төбелес басталып кетті. Мен бір баланы жос көріп жатырмын, оны тұра алмайтындай қылдым. Сөйтіп соңында жан жаққа қашқан соң сол бала біздің районымыздікі екен. Мен деген үндемей ұялып не істерімді білмейдім, болмағанда жүре бердім дейді. Прикольно. Прикольно, өз районның өзі бар болып Иә. Андай қатты эмоцияға беріп кетіп қарамаған ғой кім тұрып жатқанына. Оған всегда сондай қызық болатын, интересно болатын, сондай талпамен бір-бірін көрмей, топырақ, шам болып тұрады ғой. Қалай бір-бірін различать етеді адамдар деп ше? Мысалы, ол кезде андай форма жоқ. Короче, білесің ма, лайфхак қалай различать етуге болады? Саған біреу нападать етсе, болды, значит. Ұра бер. Енді саған келіп тұр ғой нападать ет. Мен сөйтетінен кезінде мектепте нападать ладно, болды, мынау жау деген сөз. Явно маған досым маған нападать етпейді ау деп. Ана екеуі бір-бірімен сөйтіп тіресіп қалған ғой. Или бүйткен да бүйтіп
мынау басқа біреуін төбелеседі, анау басқа біреуін төбелеседі. Қол тиіп кетті да біреуін. Бля, сен деп анау Анжелевич адреналин ғой. жоқ, бірақ андай тұра алмайтындай ұрдым деген. Бірақ андай сторис күшті басталды да, андай мақтаным андай тұра алмайтындай жестко ұрып жатырмын по идее. Ей, родной, что там? Всегда қызық болатын кинолар бүйтіп көріп отырған кезде Бізде сол андай сұрақты болатын. Майқұдықта болды ғой, бізде төбелестері бір жақ футболкасыз төбелесетін. Ана жақ команда деген ана жақ талпа футболкасыз келеді. дресс-код жасап аласыңдар Мына жақ футболкамен дейтін сияқты. Сондай болатын. Қолға бірдеңе байлап алатын. Сол кезде танисың бір-бірін. Андай қыста сондай бір рамс төбелес болып қалғандай. Сендер футболкасыз деген бля қойшы дейтін сияқты соны. Кім қақап тұрды ғой, бәрін жүре берейікші деп. Қыста бәрі қаптара. Возможно, қыста төбелесті куртканы ше көрінбейді. Мүмкін. Қыста қараңғыда еще, қараңғы болып кетеді ғой, көрінбей қалған шығар. Сен төбелесіп көріп пе? Иә. Қашан? Мектеп кезімде. Ұттың ба? Ұтқанда сен өзің тиісетін бе едің или саған в основном тиісе ма? Мен енді Ақтөбенікімін ғой. Ақтөбеде район деген темалар болатын. Сендерде қыздарда да болды ма? Иә, қыздарда да болатын. Мысалы баскетбол ойнап мектеп кезінде ше баскетбол ойнап жатасың, иә? Класс пен класс иногда бірге сабақ болып қалады ғой. Содан кейін баскетбол ойнап жатқан кезде нечаянно біреуді итеріп қаласың, біреу тырнап аласың, мысалы доп алайын деп жатқан кезде. Сол кезде уже все не деп басталады, все потом сөйлесеміз дейді, раздевалкаға барасың, раздевалкада бір қырылып аласың, уже екі класс былай тұрады. Содан кейін после уроков... Бір сұрақ, раздевалка сасып тұрған шығар, мектепте обычно солай ғой. Кішкентай болады ғой еще. После урока давай, невозможно просто. Иә. Андай терінесі жан-жақта тұр ғой же, везде терінесі андай. И после урока дейсіңдер да? Иә, после уроков встретимся дейсің да, сосын мектептің артында кездесесің, ол жақта шеше алмасаң, уже кешке бір кішкене бір сырт жаққа барасың да, ол жақта уже сен сестраларыңды шақырасың. Братан деген сияқты ғой, сестраларыңды шақырасың, который жоғары класста оқитын, или вообще мектеп бітіріп кеткен сестраларыңды шақырасың. Жоқ, ойлашы, шеше алмадың да, ары қарай жүрші ана жаққа барайық. Олдай шеше алмадың, ары қарай сөйтіп жүріп келеді, сөйтіп Ақтау жақтан бір шықсаңдаршы, әлі шешілмей жатыр, жүрші ана жаққа тағы барайықшы деп Түркменстан асып даже. Білмеймін, біздің мектеп кезімізде сондай ситуациялар көп болатын. Еще мектеп болып, район болып, и балдар үшін бір какой-то стрелкалар болатын. И мен кішкентай кезімде, я помню, үлкен жаңағы районда тұратын үлкен қыздар стрелкаға барғанда, біз арттарынан аңдып баратынбыз, бізге қызық болатын. Одан кейін өзіміз бара бастадық сондай нәрселерге. Кейін мен уже жоғары класс оқып жатқан кезде мені сестра ретінде решать етуге шақыра бастады. В общем, сондай не. Бүгін бізде қонақта ОПГ Алмагүл. Бар ма жерден татуировкалардың? Жоқ. Алмагүл түрін атысты район. Жігіт үшін болатын қыздардың арасында. Иә. Бірақ егер мен үшін бір екі қыз талпа төбелессе, приятно болды. Кеттік онда. Группаластарымызбен бір квартира жалдап, обычно осындай историялар всегда нашар бітеді. Соңында күшті болып қайтып кетті. Уақытылы сағат 12-де бәріміз тарқап кеттік деген болмайды ол. Удостоверениясы қайтып берді. Ешкім құттанатын бөлмеге ешкім бармады, бильярд ешкім ойнамады деген ондай. Бәрін бытсын шығарасың ғой жерден. Лимонад ішіп кеттік. Группаластарымызбен бір квартира жалдап отырыс жасағанбыз дейді. Жасы 18-ге толған мен ғана дейді. И қалғандары 37-те дейсің. Удастак беріп, 5 қызбыз дейді. Ішпейміз деп жазып қойыпты бүйтіп. Ішпейміз, шекпейміз деп квартираны алдық. Вот мен до конца оқымаппын ғой. Удастак беріп, 5 қызбыз, ішпейміз, шекпейміз деп квартираны алдық деген етамыз. Сөйтіп жезген хозяйка ойбай, біз ішпейміз, шекпейміз. Тек қана біз насылай айтып. Бірақ кейін ұлдар вино пиво алып келіп тойлы. Конечно, классик ғой мынау. Кейін ұлдар вино пиво алып келіп тойладық дейді. Арамызда ішпейтін 3-ақ қыз біз. 5 қыздың ішінде уже екеу в принципе болады деп бастады ғой примерно. Өмірге бір келеміз. И в основном түрі онша еместер ішіп бастайды ғой ертерек кішкене. Әдем қыздар кішкене ламат істеді, потом уже бітіп атқанда ладно, маған да құя салшы.
Арамызда ішпейтін шығар қызбыз. Түнгі 4-те, Түнгі 4-ге кетіп қалған ше. ойлаш. Типа, анадай, айналдырып жүреді. Түнгі 4-те. РОВД-дан келіп, хозяин үйден қуып шықты дейді. РОВД келіп, хозяин үйден қуып шықты дейді. Аха. Үйдегілерден сессияға дайындаламыз деп сұранғанмын ғой дейді. Жақсы дайындық екен. Солай дайындалу керек сессияға. Менің ойымша экзаменді қиналмай таңертең. Мышмат үшін ал жеге. Мышмат үшін. Үйге қайту не вариант дейді. Конечно, не вариант. Сонымен таңғы 6-7-ге дейін көшеде тұрып, таң атқанда универге барып сессия тапсырдық дейді. Аха. Менің удастагым РОВД-да дейді. Сессияда бірақ удастак сұрамайды ғой да, есімде болмаса. Примерно сұрамаған шығар. Соңында штраф төлеп, енді ондай отырысқа бармайтын болдым вообще дейді. Сол жердегілерден басқа ешкім білмейтін история дейді. Мынау кайф история екен, мынау өмір таза. Иә, енді бармайтын болдым дегенге қарағанда бір ұзақ уақыт өтпеген сияқты. Маған ана жері қызық жаңағыдай. Ол әңгімесін айтып қояды да. Сосын түнгі 4-те роводан мына жерін вот именно вот. Не болды екен? Зато ол хозяин түнде келіп ровода шақыратындай. И то ол ішіп атқан 5 қыздың ішінде 3-і ғана ішеді. А егер 5-і ішсе ше полный, вообще жесткач болып тұрған жерде. 5 қыз қанша жыл болды екен? Вот, соны уточнять етпеген. Қызық тоже. 5 қыз 19 жыл болды. Түйіндей келе бұл әңгімені, получается, қыздар. Бірақ ішпей қойыңыздар, конечно, ол дұрыс емес, насихаттау емес, ішпей қойыңыздар, бірақ та не істеді екен маған қызық сол именно ана жерінде. Прям ровода шақыратындай. Типа бірінші келді, жаңағыдай таңертең бәрі тып-түзу салып, бір күшті, тәте біз ішпейміз, анау-мынау, мына удостоверение қойып, біз ішпейміз, анау-мынау. А болды, 5-ің ғана болсыңдар, иә, біз сессияға дайындалған деп жатырық қой. Болды, нешеге дейін? Сол таңғы 6-7-ге дейін сессияға дайындаламыз дейді. Обычный студенттер сөйтіп қаты жалдап сессияға дайындалады ғой, иә. Сөйтіп келеді, ол балалар жаңа пивімен, что там кетіп қалды ма, хозяйка деп андай келеді ғой, жаймен, что там қалайсыңдар, қыздар деп андай қара пакетпен келіп жатады, короче. Мына жерде андай хозяйка не істеп жатсыңдар? Мына жерде қоя бер. Сессияға дайындалып отырмыз ғой. Сондай история болып жатыр. Жаңағыдай 3 қыз уже срываться етіп кетті әңгімесінде. Іше берейікші, ладно, сессия аман есен тапсырамыз. Сессия үшін де примерно кетті. Аман есен тапсырсақ, ішіп жатыр. И не басталады стандартный. Что там, может, қыздар, что там, билемедік па? Ойын ойнайық. Вот, ойын ойнайық дегеннен басталады, скорее всего. Ойын ойнайық. Екеуміз болдық қой сол жерде, бірге болдық қой. Бірақ мынау күшті история екен мынау. Шындық кәдімгідей, просто басымда да осындай өткен біраз керемет. Біреудің роводаға ұсталғанда жабылған. Жоқ, ровода төледі, штрафта ондай көп болмаған шығар, нормально. Келесі история Алмагүл өзіңіз. Так, біздің деген шығар, солай сияқты, біздің паханың внебрачный қызы бар екен. Оны білгесін оқиғамның оқиғасы вообще пиздец. Короче, мен бір қызбен араласып жүрем. Даму нафиг. Даму қойш. Айтпаш, естігім келатқан жоқ, бірақ айтшы. Бір күні ол қыз үйде ешкім жоқ, кел деп шақырды. Бардым, шай ішіп, шай ішті, кино көрдік, ары қарай, шпили-вили. Сол кезде комнатаға ана қыздың мамасы, менің паханым кіріп келді. Содан кейін әңгімелесек, ана қыз менің сестрам болып шығады. Ал менің паханым, ана қыздың мамасы, менің папамның любовницасы болып шығады. Мына жазған адам «Игра престоловта» өмір сүре ма? Сондай сериалда? Жоқ, біріншіден ақтап алуға тырысайын. Өмірде әртүрлі ситуациялар болады. Ол білмеді ғой. Каждый адамның папасын сұрай бермейсің. Иә. Папаң кім деп сұрамайсың ғой. Или әкеңнен сұрай бермейсің ғой. Каждый день сенде случайно внебрачный қыз жоқ па деген сұрамайсың да ғой тоже. Өте қызық екен. Ақтап алып сұрамаймыз да бұны? Ақтап алып шығуға тырысып жатырмын, сол ойланатырмын, қалай ақтап алып шығуға? Несін ақтайсың ол кезде, оның кінәсі жоқ қой, мүлдем. Кінәсі жоқ қой. Жоқ қой, біз қой. Кінәсі по факту негізі, иә. Білмеді. Жоқ қой, білген жоқ қой. Қандай чувствода болды екен?
жоқ енді қандай чувствода болған екен, сол қызық сол болып тұр. қызық болып тұр, иә. Типа папасы кіріп қалады да, балам, ты тоже тут, что ли? Бұл таксиге үнемдейміз зато күнде деп тұр. Вот, как раз екіге бөліп, да. Жоқ, сонда любовницасымен біраз жыл жүрген ғой, иә? Мгм. И содан қызы Қызы рас уж уже шпили-вили болуға жарайтын болып тұрса. Шпили-вилиге жарайтын болып шпили-вили тұр. деген на... Шпили-вили деген ол Исполна же қорқмышым. Шпили-вили деген не мал ғой? Ана бала, Дима. Үйді әктегенде, короче, сол шпили-вили. ремонт жасаған кезде. Ремонт жасайын, Негізі- аттуй путем ұрып бітеді ғой, тоже. Негізі өте ауыр ситуация, да? Ауыр ситуация, Өте но ауыр. қандай бір сериал. Натуре астарлы ақиқатқа сюжет қой, мынау дайын негізі Иә. уже. Өте. Ужас. Оны күліп бүйтіп жазып отырған адам мықты екен. Өте мықты психологиясы. Мықты екен. Бірақ мынадан кейін ештеңе не страшно сияқты. Дальше не болған қызық болып тұр просто. Дальше не болған. Түйін емес, мынадан мен өзіме түйін алып шығып отырмын, жалпы көріп отқан көрермендер, жалпы экран сыртында болсын, туысқандарыңызбен дұрыстап араласыңыздар, біліп алыңдар, не кімде не жасырын, осындай ситуация тап болмас үшін. Иә. Рахмет. Біз ары қарай жалғастырамыз. Бәсе не үшін қатты орап, Қатты орайтындай бар екен негізі. андай жазып нервничать орап. Келесі история андай. Подъездің сыртында объявление тұрады ғой. Ертең су болмайды. 18 мен 20 аралығында су болмайды, жиналамындар. Су болмайды, төлеңдер қарыздар дейтін сияқты. Мектеп кезде вечер жасағанбыз. Сөйтіп вечер қызып жатқан кезде әдемі қыздар кетіп бара жатыр. Онша біздер қаламыз. Классика ғой. Значит, сен всегда кетіп қалатын болғансың ғой. Әрине. Сөйтіп соларды қалдыру үшін балдар маған сөйлесіп қалдыртқышы дейді. Сөйтіп қыздарға айтатын, қыздар деп, оларға қарап қалғанда бүкіл внимание менде. Именно осы моментте жүрегім айнып құш жібердім. Бәрі қарап тұр. Мен аузымды сүртіп, жоқ қалмайсыңдар ма дедім. До конца уверен, да? Ада кетіп ялды қалмайды. Дейді. Жоқ? Қалмайсыңдар ма деді. Итог жақсы болды ғой. Еще дәм қарап. Я именно сол момент қой, қыздар дегенде бәрі қалып. Организмі жестко подойдет етті, да? Ну что, мектеп кез, видишь, ішіп алғанды тоже кішкене. Көтере алмайды, резко андай. опыт жоқ. Жоқ қыздар ше құсаны. Ая қаламыз просто. Жоқ, қыздар десе, қаламыз деп тоже. Ары қарай жазу керек еді, қалма қалған жоқ па, иә? Бірақ андай мынау тоже андай жаңағыдан кейін кәдімгі үсті трешовый мынау выпуск болайын деп тұр кәдімгі. Өте социальный проблемаларды көтеріп жатыр. Біз туысқандармен араласу, бөлек қатынмен жүрмеу, көп ішпеу. Өте мынау негізі андай тастайтын выпуск екен. Ой, тастайды. Иә, шапалақтап жүрейік тоже, көп ішпеңіздер. Твой черед. Ойбай. Туысқанский бірдеңе алып шықпа. Примерно 9 сынып оқып жүргенде пойызға бірінші рет жолға жалғыз өзім отырдым. Жолға, иә, шығар. Жолға. Ну, типа пойыз жүреді. Андай емес, типа станцияда просто вокзалда тұр, отырып қойып тұрсың. Пойыз жүріп жатыр. Бір купеде бір өзім болдым дейді. Базар жоқ, 9 сыныпта уже купемен жүреді, жағдай нормально болып тұр. Бай болып тұр ғой, бай. Бір купеде бір өзім болдым. Біраздан кейін бір жігіт кіріп, тоже сол купеге отырды. Ну, өйткені 4 орын ғой, понятно ол да. Жол бойы сөйлеп, әңгіме айтып келді. Соңына қарай жесткий. Кішкене артқа айналды жейін, и осы жерге қараңдар қазір. Бір купеде бір өзім болдым. Біраздан кейін бір жігіт кіріп, тоже сол купеге отырды. Жол бойы сөйлеп, әңгіме айтып келді. Соңына қарай ерніңнен сүйсе болады ма? Деп сұрайды. Сұрапты, молодец. Андай, спай маньяк екен андай өзі. Қарындас, қиын болмаса, бір шешіндіріп сізді сүйсем бола ма екен? Жоқ, жарайды, оны мен шай алып келейін демейді ғой. Соңына қарай ерніңнен сүйсем болады ма? Дейді. Мен жоқ деп көп рет жауап берсем де, блядь,
көп рет жауап берген ғой еще. Жоқ. Еще анау сұрай берген ғой да. Бола ма дейді ғой. Жоқ, бола ма дейді жоқ деші. Ерніңізден шешем бол. Жоқ, ерніңізден шешем бола ма? Жоқ. Правильно. Жоқ. И андай купенің іші андай бір пещера сияқты ғой андай. Бір сөйлеген жоқ дегенде жоқ. Андай екеуін купе ғой анау примерно кетіп қалып тұр ғой. Или жігіттің құлағы естімейді. Ерніңізден шешем бола ма? Ерніңізден шешем бола ма? Жоқ. Бола ма? Жоқ. Сүйінші бола ма? Мен жоқ деп көп рет жауап берсем де, соңында қоймай сүйіп алды дейді. Не деген не бұл? Қалай сонда сопротивление етпей ма? Ол кезде уже поезд тоқтаған болатын. Мен қатты ұялдым дейді. Бітті ма? Жоқ. Бұл туралы ешкімге айтпағанмын дейді. Ұзақ уақыт жігіттермен сөйлеспей, доверять етпейтін болдым. Бля, вот осындай вот кішкене базар нет енді. Мынау вообще күлетін ситуация емес негізі. Бұл осындай вот анау жігіттердің кесірінен. Жігіт демей ақ қояйық, бәріне топырақ шашпайық, осындай ебанутый жігіттердің кесірінен біраз қыздардың психологиясы бұзылып, и біраз қыздар сондай ебанут жігіттерді бүкіл жігіттер сондай деп ойлап қалады да. Негізі ондай емес, біз негізі беттен сұраймыз. Неме ерінен сразу? Пойызда осындай жағдайлар көп. Пойызда осындай жағдайлар көп, между прочим. Серьезно? Иә, өте көп. Алдында отырамын, короче, бір қыз отыр, короче, десем, прикинь. Мен емес, Қазір сол үшін женский вагондар шықты ғой арнайы. Женский вагон? Иә, если... Андай, я женский вагондар майысып тұра ма? Жоқ, андай небезопасно, да? Жоқ, негізі қазір солай ғой, әйел адамдарда бір купеге отдельно отырғызып билет сатқаннан сондай емес пе? Но бірақ ол андай нормальный поездарда, қымбаттау походу поездарда. Тальголарда в основном болады, обычный поездарда болмайды. Келесі история біздің Алмагүлден. Так, мен біліп алдым, күшті историялар қатты бүктелген қатты бүктелген қағаздарда болады екен қазір. Так, орысша. У меня таких историй, к сожалению, или к счастью, не было. Я жила спокойно, по семейным правилам, но когда я была маленькой, к нам пришли дядьки с базара. Они сели за стол, а я играла под столом. Вдруг у одного из них был порванный носок. Я увидела и почувствовала ужасный запах. Я была маленькая, мне сразу не понравился запах и закричала: «Фу, аяғыңды жумайсың ба? Шу аш сасып жатсың ғой». Эти дяди испугались, покраснели и быстро ушли из дома. А мен плотно таяқ жедім. Бұл историяда маған ұнағаны, андай орысша жазды да, бірақ шуаш, ол по-любому шуаш, ол орысша оны қанша әдемі айтты. Айтсаң, ол жетпейді ана ощущение. Вот шуаш, бірден түсінікті да, блядь, шуаш деген. Еще аты да күшті, шуаш деген кәдімгі. Бірден нақты әдемі затқа емес, уже түсінесің, шуаш деген. Неприятный естілема даже. Құсық, әрең деген сияқты, түсінікті да уже. Бізде қазақтарда жалпы сондай нашар нәрселерге күшті ат ойлап тауыппыз да сразу. Иә. Андай бір қатаң дауыссыздармен айтылады ғой, иә. Жіңішке емес шуаш. Я была маленькая, мне сразу не понравился запах. Жоқ, андай еще байқағам, жаңағыдай орысша айтып қояды да, бірақ андай шуаштың есі шыққасын бірден ішінен қазақ айтып шықпай, блядь, аяғын жумайсың ба ана? Бірден уже нутро сатып шықты. Бір күні үйде жүремін кішкентай кезімде. Жақсы, уже жүреді. Жаңағы андай келмейді болған. Бір мұрты бар ағам бар. Уже қышып тұр байқамайсыздар ба? Сол үйге келеді ғой. Мен мұртынан қорқып тығылып қаламын. Бәрі мені іздейді. Мен ол кезде тоңас құстың жанына тығылып қалып, басым қыстырылысып шыға алмай жыладым. Артынан бүйтіп жазып қойыпты, қызық емес дә деп. Прикольно. Мұрттан датылып ағаның мұртының несін фасонын көргім келіп жатыр мен, андай датылып қорқатындай қандай ол? Мынандай мұрт жоқ. Жоқ, мынандай мұрт екі қолмен андай бүйтіп тұр ғой, короче. Мұрты мынандай, блядь, айырамын. Қорқатындай ма? Иә, қорқатындай. Зато жазып дальше бар екен. Зато басым қыстырылғанның арқасында тоңазытқыштың астынан ойыншықтарды тауып алдым. Да, оптимист адам екен жазғандай. По-любому қиындықтан, зато басым қысылып кетті мына жерде. Мына жерім қатып қалып, бірақ соңғанда әр нәрседе хайыр бар.
сіздер точканы күшті қояды екенсіздер. Иә. Оптимист адаммын жазған. Әр нәрседе хайыр бар. Деп рас қойды. Молодец. Так, келесі история. Бүйтіп жазып қойыпты. Мынау бірінші, екінші деп шатасып кетпесін. 3-4 деп толтырып жазып тастаса. Бір қызды киноға шақырдым. Кинотеатрға барған кезде телефон өшіп қалды. Қыз өзім төлеймін деді. Попкорн, су алып киноға кірдік. Қызды үйіне дейін шығарып салдым. Қайтарда таксиге де өзі төлеп берді. Мен ойлаған шығар ақшасы жоқ деп. Сосын үйге жеткен соң курьермен гүл и 10 000 теңге жібердім. Спасибо за свидание деп. Кинотеатрда қызбен көріп отырған кезде ұйықтап қалыппын. Сөйтіп оянсам сілекейім қыздың үстіне ағып жатыр екен. Сүртіп дальше ұйықтадым. Сүртіп? Түсінбедім, екеуі екі история ма? Жалғасы ма? Екі история, походу, да? Да, походу, екі история сияқты. Бірақ бір историяның ішінде бәрі болса вообще қызық андай. Өте простой бала екен андай. Ақшам жоқ, мен кәсіп ұйықтап алайыншы деп. Мына жерін сүртші бә деп. Сөйтіп емес, сүртіп дальше ұйықтадым деп тұр ғой. Типа сүртті да. Нормально, осылай ұйықтадым. Бұл история өміріміздің бір қатесі, бір қателігі десек. Бірден бүйтіп андай уже, бұл есі чо деп атыр ғой. Қатты сөйтпеңіздер есі чо. Бұл история өміріміздің бір қателігі десек те болады. Bir күні түнгі іштер шамасында достарымызбен түнде машина айдау деген ой келеді. Бұл ой мен үшін жаман болды. Ал мінекей машинамен шықтық. Машина ата-анамыздікі. Өзімізді форсаждағыдай сезініп Әл-Фарабиге шықтық. Неге қатты айдамасқа деген ой келді дейді. Неменеге қатты айдамасқа? Біле, басайық давай. Сөйтіп 140-180 жылдамдықпен жүріп келе отырық. Тірі мана авторы. Керемет сәттердің бірі болды. Тамсанып айтып отыр ғой. Айдап болғаннан кейін нені? Айдап болғаннан кейін камера бар екені есімізге түседі. Ай, камера бар екен ғой деп есімізге түседі. Ал мінекей штрафтардың көкесіне түстік. Аз болса бір жөн 50-60-тан бірнеше камера ұстаған 50-60 мыңға түсіппіз. Амал жоқтан ата-анамыз, ал оны әлі ешкім білмейді. Бір жағынан керемет сәт дейді. Бір жағынан жаман дейді. Осыдан кейін айдамаппыз дейді. Прикольно? Оны ешкім білмейді. Ата-анасы бірақ білетін шығар. Қалай төлеу керек қой. Не үшін екен деген сұрақ туған шығар енді бір. Не үшін 150 мың? Әл-Фараби 140-пен жүріпсіз. Демеген шығар енді. Сұрақ қойған шығар, машина кім алуы мүмкін деген. 140-180 мен жүріп келатыр. Күшті болып келатыр андай, күшті өзі андай. Молодец. Жақсы сипаттады. Жоқ, бірақ айтөрі аман есен жетті ғой. Главное, айтөрі аман есен, нормально. Аман есен жетті. 50-60 мың дейтін, егер сондай сәттің 50-60 мың тұратын болса, конечно, нормально. 50-60 мыңға мен бақытты сәт сатып алуға дайынмын. Келесі история бізде. Так. 7-ші класста бір қызбен жүріп бастадым. Ол қызды садиктен бері ұнататынмын. Солай екеуміз кішкене түсіндіріп жіберейікші. Типа ол да мектеп оқып жүр. Типа андай болмады, ол 7-ші сынып, и садиктен бір ұмытылады, нормально екен деген емес. Ол садик кезінен бері бір танып, сөйтіп 7-ші сыныпқа келді. Соны түсіндіріп жіберейік. Солай екеуміз 2 апта жүрдік. 2 апта уже. Анау қыз маған күнде жазады. Каждый 5 минут сайын не істеп деп жаза беретін. Ал ол маған ұнамайтын. Мен 5-ке оқыдым. Ал оның жазғаны маған мешать ететін. Сосын бір күні оны боқтап, яғни стерва, может тағы бір бәле жаздым, деп черный списокқа тығып тастадым. Содан бері араласпаймыз. Сол тірлігім үшіне аламын. Жұрттар мына жерде андай өзінің оказывается, мынау мен сестрам екен ғой дегенден қасында мынау типа черный списокқа тағы жіберіппін деген күштік пәк адам екен. Разница кәдімгі үлкен ба? Не, просто не істеп. Қалай бұлай істеуге болады, айтшы?
қалай адам черный список? осуждать етіп отырсың. мәссаған Жоқ, мынау нормально в принципе. 5 минут Иә. сайын не істеп жазатын кім екен ол қыз? қатты андай навязчивый қыздар Сол үшін болады не істеп жатсың деші қазір? не істеп жатсың Үйде фильм көріп отырмын. 5 минуттан кейін фильм бітіп қалмайды ғой. Егер андай болғанда, например, не істеп жатсың дегенде трейлер көріп жатырмын деді. Вот сонда логично, 5 минуттан кейін трейлер бітеді. Иә, басқа трейлер көріп жатырмын. А, все. Соны білейін деген ол басқа трейлер ма? қызық Прикольно. Ну, не істеп дей беретін, да? Ну, как минимум бір 3 сағат өту керек сияқты не істептің арасында, иә? иә Думаешь? 3 сағат тоже, мне кажется, андай. Смотря, нақты сұрап алсаң, в принципе. Бірінші Бірінші жазған қарағанда бір звондап, бір сөйлесіп алған керек қой, негізі. Я деп, иә? Не прикинь, андай кезде ұмытып қалыппын, который қызға звондап, не істеп жатсың, қалайсың? Жоқ, вообще не только қызға, мен жұмыста үйретіп тастады, мен солай, ана сценарист болып жүргенде, продакшн істеп жүргенде, звондап сөйлесу керек екен адаммен, солай приятно негізі. Ну, чем шақырғанда бір жерге лучше звондасам, вероятность больше то, что ол келеді, мысалы, бір жерге давай, как-то, сол романтика кетіп қалды қазір, мына жазып уже кетіп қалды да, и звондаған необычно уже, ну, типа. И тем более, ана бесплатный минуттар тұр ғой, так қолдансам да, оны ешкім қолданып жатқан жоқ. Достарыммен көшеге шығамыз деп келісіп, шығамын деп келісіп қойдым. Шығатын күні шыққым келмей қояды. болатын Иә, болды. Көтін тырысып қалады кейде. Не істеймін? Сосын бүгін универге шақырып жатыр, содан ертең шықсам бара қоям дедім. Е? Содан ерте шықсам бара қоям дедім. Ана отырсың. Ок жазып жібереді. Сосын бір кезде есіме түседі ғой, бүгін Қазақстан бойынша бәрі де демалыс. Мереке екен. өтірігі шыққан Өтірігімді қалай жапқанымды айтпай ақ қояйын. Прикольно. Қандай ол? Қазақстан білетін андай. Қазақстан бойынша бәрі де демалыс дейтін. Новый год ба? 31 күні универге барамыз деген. Қандай демалыс болмын Қазақстан бойынша демалыс? Иә, 12-де салюттар атылып жатыр, мен бармайтын шығармын, мен универмін де. Примерно сол. Тәуелсіздік күні сондай кездер шығар. Жоқ, андай тәуелсіздік күні 8 март. Вообще үлкен андай бір наурыз. 8 марта, наурыз. Артына жаппай қойын дейді, артын қалай жапқан екен? Прикольно. сендер бір қызық бәрін самый күшті жерлерін жазбайды екенсіңдер Иә, күшті келеді. Қалай ма? сол ғой иә интрига бар жерлерін қалдырып кетеді Дальше біз Ол бізге қалдырып жатқан шығар адамдар сөйтіп. біз ойлап тауып отырмық па? мүмкін Мектепте оқып жүргенде базардан ұрлық жасайтын. Ручка, карандаш, канцелярский товарлар, бижутерия, қолма не түседі соны қалтаға салып алып кететінмін ғой дейді. Базар жоқ. Қалтаңа біраз нәрсе сияды екен. Ручка, карандаш, сатушы, пәте, бәрін короче. Хоббиім болатын дейді просто. Хоббиім болатын. Просто ұрлық емес бұл. 7 жылдан 9 жылға дейін емес, просто хоббиім ғой бұл. Сот мырза, түсінсеңізші. Мысалы сіз не істегенді ұнатасыз? Мен фильм көргенді ұнатамын. А мен ұрлағанды ұнатамын. Мен бос уақытымда ұрлаймын. сондайлар бар ғой адамдар Бар ондай, оның даже несі бар, аты бар, ұмытып қалдым. Клиптаман, иә, клиптаман. Өзі байқамай ұрлап кетеді. Сөйтіп бір күні дәптер, раскраска, кітап, ұрлай бастадым дейді. Уже побольше кетіп жатыр ғой, иә? Сосын одан өтіп, киім ұрлай бастадым дейді. Бір распродажа магазинға кіріп, өз джинсымның ішінен новый джинсы киіп шығып кеткім келеді. Бірақ ұсталып қаламын деп ойлаған шығар, мына жерін жазып кетпен. Ана жерде охранник сейчас үлкен шум болады. Охранник, короче, көріп қалып, үлкен шум болады деп. Милиция шақырайын деп жатқанда, мынау қай уақыттан келді? Бізде полиция ғой. Милиция шақырайын деп жатқанда, менің қалтамнан ақшаны тауып алады. Маған либо осы ақшаны алып қал, либо милиция шақырамыз дейді. Значит, видеоге ұсталған, ойында емес, ұсталып қалған тұр ғой. Сөйтіп бар ақшамды тастап, жылап қайттым дейді, қайтамын дейді, қайттым, болды, короче. Жазасын алыпты ғой, иә? наказание болды Ручкалар тексерейікші ағайын, мына жерде бәрі орында ма, бізді көрінді ма? Сонда демек, короче, даже мелочтан басталатын болып тұр ғой, сондай кайфуша.
адамдар қағар ручкіден ше ручкадан бастап. бәрі сөйтіп солай еще сентябрьде маман саған канцеляр істеп жатыр маған менде бәрі бар джинсы ғана керек джинсы салып қойған жолы прикольно ой мен ба ваш черед андай самый күшті екен біреудің секретін оқы Ұрлық түбі қорлық. мына проект жақсы болды ойбай Оданша қыздардың жүректерін ұрлаңыздар десең. Дәптер, ручка киім ұрлағанша. так история бір жасым 20-да еді бір қызбен жүретінмін сол қыз бір моментте ауырып қалады ол қыз енді гинекологқа бару керек болды қыз енді 18-де бірге гинекологиялық больницаға бардық ол больница чисто гинекологиялық бір врачтың кабинетінде очередьте тұрған кезде врачтан өзімнің жеңгем шығады бір-бірімізді көріп амандастық ол кісі мені қызыммен көріп не ойлады екен ыңғайсыз жағдай болды да не істейсің мына жерде айтшы қызыңмен барып тыңдайшы Жоқ, ең вообще бірінші мына ситуацияда қызыңды гинекологқа апарған гон сияқты ғой, ну кішкене типа, ладно, давай, больницаның есік алдына дейін шығарып тастайын, сыртта күтемін дейді. Бір түрлі сияқты, маған бір түрлі сияқты, бірге приемда қызым. Что там нормально ма? Бәрі как-то бір түрлі ғой бұл. Ол өзінің жеке несі ғой, как бы, ну типа. Подругасымен жүру керек. Грубо мен қызыммен барсам, қызыма айтпаймын, что-то не то отыр, жүрші урологқа барып қайтайықшы на. Мен за компанию жүрші демейсің ғой, например. Енді, хорошо, что жеңгелер енді көп нәрсені түсінеді ғой, не сестрасы емес-ті. Жүрші урологқа барайықшы, сен больше. Не сестрасы емес деген бағана ситуация есіме түсіп кете береді уже. Главное, сестрасы емес қой деген. Ол тоже не помеха екен ба? Не үшін жігітін алып бару мүмкін? Типа, жігіті больше знает. Білмеймін, может, больше знает может, все-таки қыз айтқан шығар, апа, мен ауырып жатырмын деген сияқты, я не могу сама, ну, типа, машинамен дальше больше. Ал кеттік. Бір бала болған, 4 жас үлкен. Маған ұнайтын. Хоккейге бірге бардық. Шай алуға бара жатыр едік. Қыздар айғайлайды, девушка, у вас что-то упало. Деген. Артыма қарасам, прокатқа түсіп қалыпты. Анау негізі прикол деп ойлаған ғой, не? Қарда түсіп қалып деген. Жаман ұялдым, болды бітті. Так, біріншіден жаңа гинекологпен екеуі ұқсайды, жақын. Сол маңайдағы историялар. Қай жерде қолында салып. Ол қазір прокладкаға ұялатын нәрсе емес қой. Ну да, тоже, в принципе. Я нормально, натурально. Айтасың просто. Жоқ андай. Мен мысалы иногда көрсетіп жүремін бүйтіп. Иногда чехолдарды салып қоямын да. Жүремін деп. Жоқ, андай телефонның артына удастакпен бірге бүйтіп салып қояды. Карточкамен бірге плюс еще. Сыймайды ғой. Төлейтін кезде так на прокат. Сыймайды ғой дейсің, мен қаяқтан білейін, ну может сыймайды мен. Жоқ, сыймайды ғой деп салып көрген болса. Эпатажный көрінген. Болмайды екен. Камераны жауып тұрады екен. Алмагүл кеттік. Бір күні қызыммен алғашқы кездесу болады. Сол күні қате бір нәрсе жеп кейін шықтым. Ақыры күні бойы бірге жүріп өзімді ұстап жүрдім. Соңында үйіне шығарып салып жатқанымда өзімді ұстап алмай қалдым. Солай соңғы 10 минут прогулка отырып шықтым. Бір шама рет кейбірі тыныш, кейбірі анық болған. Кейбірі тыныш, кейбірі анық деген. Яғни разный стильмен, короче, жіберген ғой, Мелизмдармен кішкене кімге қандай жанр ұнайды деген сияқты. Же биттірі? Ол анық шықты. Анық шықты. Анық емес ол. Бірақ енді ондай нәрселерді не алудың қажет жоқ деп ойлаймын. Енді адам болмысы сондай ғой енді. Газы бар, жаны бар дейді. Жақсы адамда жаман жел тұрмайды. Иә. Келесі. Ондай болмаңдар. Темекімді салған курткамды анам жуып тастапты. Мен шошып кеттім, іздедім. Жуылған куртканың қалтасында жоқ, бірақ анам ештеңе айтпады. Ертесі басқа куртка киіп шықсам, соның қалтасына салып қойды. Ішінде бір темекі шексең бір күндік өмірің қысқарады деп қағазға жазып салып қойды. Не деген, көрдің да? Ананың балаға деген махаббаты. Иә, ұрыспай психологиясын сындырмай, былай жеткізіп тұр ғой, короче. Анау ұялдырып, өзі түсініп алады осыны. Баласы, ничего страшного бір күн. Дальше бастай берсе. Мамасы күшті түсінді. Иә, негізі осылай түсіндіру керек деп ойлаймын. Молодец. Не, ұрысқаннан осы дұрыс. Өзің ұяласың ғой. Молодец. Күшті. Соңғы секретті бізде Алмагүл. Бүгінгі кешті өзің аяқта. Давай. Қысқа
историялар күшті екен. Мен қызым үшін универ ауыстырғанмын, әлі өкінемін, қыз қазір жоқ. Ең өкініштісі бірінші семестрде бәрі біткен болатын. Ужас. Түспей жатып бітіп қапты ғой, жоқ негізі күлкілі ғой, былай қарасам негізі ойлашы, обидно и күлкілі ғой. Универ ауыстырып бір айдан кейін жүрмей қалады, басқа универдесің уже. бір танысың жоқ па? Ұстап алпай Жаңағыдай ғой, группаластарын танымайсың ше, дұрыстап. Қызбен де сөйлеспейсің, еще дальше бір универде оқисыңдар екеуі. Йо. Соған қыз бағаламаған ба сол жертваны? Қыз түсінбеген де сияқты. Қыздар жігіттердің жүректерімен ойнамаңыздар, қыздар. Бізде нәзікпіз негізі. Как минимум универ ауыстырып қызбаңдар, ана жерде разница. Плата бар, ана қымбат универге ауысып кетті, мне кажется, культ ашып кетті. Енді өзіңнің де ақымақтығы ғой. Бірақ сөйтесіңдер ғой енді, жігіттер өздеріне ақымақсыз, жарайды, сіз ақымақ бола салайық, ладно. Есі дұрыс адам ол. Универ ауыстыра ма қыз үшін? Жақсы көріп жаңағыдай өзін. Жоқ, универ ауыстырып. Бұлай көріспей емес, бір қалада шығады, Сол ғой. Просто логика жоқ. Универ ауыстыру дейді. Сол ғой. Қыз. Осымен барлық секреттерді оқып біттік. Енді бізде ставка. Алмагүлдің секреті қайсысы? Арасында ма? Ең қызығы Сондай осы. бола ма не? Иә, қайсысы деп жаңағыдай примерно естеріңізге тоже айтсаңыздар болады. Примерно немен байланысты деп Так, ойлайсың? Алмагүл не істегенін білу үшін біріншіден Алмагүл сияқты ойлану керек. Иә. А ол өте қиын. Так, Алмагүл сияқты Алмагүл ойланай сияқты ма? ойлану үшін. Басында чисто сондай деп ойлайсың ба? Мен Шуаш. Мен шуаш дедім. Шуаш па? Еще орысша бастап, типа бірақ ана жерде уже қазақша кетіп қалды. Мен өзіме шуашқа дауыс беремін. Қандай андайлар болды өзі, историялар? Шуаш болды, темекі болды, темекісі кетіп қалды, мамашкасы салып жіберді деген. Историяны айтып көзіне қарауға болады, примерно андай нюанстарды қарап. Шуаш. Қарамаймын. Сен не дейсің? Так, мынау болды. Вечер. Вечерда сессия. Еще свежий, да? Осыған қоямын вечер жаңа 5 қыз дегеннің ішінде. Ішпеді ау Алмагүл деп эфир үшін. Мен шуаш дедім. Бірақ сөйтіп вечер жесткий болды. Еще когда мен подчеркивать етіп жатқанда, что именно ана жерде жазып отыр? Я именно сол жерінде ғой ең қызығы деп кіріп кетті. Ну, мен ставкам сондай онда. Вечерге қойып жатырмын. Бір вечер, жесткий вечер вот короче. Шуаш атымен өтеді ме десем? Жоқ, мен разнообразие үшін шуаш дейді айтсаң. Так. Кімде қандай возможно? Мен айтуым керек па не? Айтқың келмей тұр ма? Айтқың келмей жатыр ма негізі? Айтқың келмесе, айтпай. Көрермендерге қалдырамыз. Комментарийда жазады. Иә, комментарийда жазады. Қызық болып тұр ма? Жоқ, бірақ потом, мынау қазір камера біткеннен кейін потом айтасың ғой, онша да? Жоқ, айтпаймын, онда қызық емес. Так, Аманжандікін табайық онда. Анонимно дедіңдер ғой? Жоқ, анонимно, бірақ сонда енді, ну, типа... Жоқ, енді сен мойындағың келмей тұр, иә? Бұл ешкімге айтпаған ғой оны. Ешкімге айтпаған еще, иә. Жоқ, шуашты айтасың ғой біреулерге. Так, тұра тұрыңдар. Бір хатта жаңа біз оқып жатқанда мен бұны ешкімге айтпағанмын деген болды, ол не жайлы болып еді? Пайдеш. Ладно, все, қалдырдық. Потом оқып аламын десе. Енді Аманжандікі. Иә, ставка. Примерно аңыстық ой берейінші тоже. Қандай история болып еді? Естеріңде жоқ па? Универге ауысқан жоқсың. Есінде қалмайды екен, иә? Иә, есінде қалмайды. Егер ұзақ болса, естеріне онысы мен сразу айта бере аламын. Жаңа бір история болып еді ғой, қызбен привет, не істеп жатсың деп жазғаннан не істеп, черный список. Ондай болған менде, но ол менің история емес, но ондай болған менде. Мен блокировать ете салған бір еді. Не істеп жатсың деп. Неге жауап бермейсің, неге сөйлескің келмейді деп. Сөйлескім келмейді өйткені. Блокировать ете салған бір қызды. Менің историям анау, мен бір қызбен киноға барғам, өліп ұйықтап қалған. Өмірімде бірінші рет. И ол кезде үстінде сілекейім, реально сілекейім ағып, и сосын мен қараймын ғой, андай былайнан ағып жатыр да үстінде ше сілекей. Бүйтіп сүртеден мына жерлерін ұстап қаласың ғой. Сөйтіп бүйтем ғой, короче, андай бүйтем да, сосын дальше ұйықтадым. Возможно, дальше тоже ақты сілекейім. Но
Вот сондай. И еще бір рет сол қыз полностью төлеген маған. Сен екі история жаздың. Оны бірақ андай гүлмен жіберіп артын күшті жауқан мен. Спасибо за свидание, Милфа деп жазғам негізі. Сен бүкіл историяң басында киномен байланысты сияқты. Сен өзіңкі сен мойында давай. Менікі анау болды, то, что жаңағы вечер жасағанбыз, сөйтіп қыздарды алып қалшы деген. Сыртқа шығып қалғанда, көп ішіп қойған ғой. Сыртқа шығып қалғанда, қыздар деген соң, бәрі қарап қалғанда. Деп алдым да. Етсіп, а че, қалмадыңдар ма деп андай. Анадан кейін вообще қалмайды ғой, ана түрлер бет. Қойшы, біз қайтайық дейді ғой. И мен де түсініп жатырмын, жылан жоқ қалдыратын. Конечно, түсініп жатырмын ғой. Бара беріңдер, сондай история. Ол историяны ұмытып қалыппыз. Айтпаймын дедім ғой. Сен айтпайсың, иә? Алмагүлдің историясы қайсы екенін комментарийға жазып кетіңіздер. Возможно, бір 2-3 выпусктан кейін елмесе келесі бір рет келген кезде Алмагүл өзі мойындайды. Барлығыңызға рахмет. Бұл жобасы секреттерді ешкімге айтпаймыз, тек анонимді айтамыз. Егер де сізде осындай ыңғайсыз, керемет, қызық история болса, төменде көрсетілген почтаға жазыңыз, анонимді түрде біздің YouTube каналдан көріп қалуыңыз мүмкін. Аман сау болыңыздар. Бүгін бізде қонақта болған Алмагүл. Сіздермен, как обычно, мен Аманжан Аңсаған YouTube каналында кездескенше. Дәстәс.